Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай котлеттер дайындаймыз. Бір қызығы, бұл котлеттер фаршсыз дайындалады және бұны қалай дайындау керектігін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар міндетті түрде. Алдымен қарақұмықты осылай суға пісіріп аламыз және басқа ыдысқа төңкереміз, яғни гречкамыздың барлығын пісіріп, ол езіліп пісу керек және осылай етіп блендермен еземіз немесе қолымызбен еземіз. Және ұсақтап туралған пиязымызды салып, бір жұмыртқамызды салып, тұзы мен бұрышын дәміне қарай саласыздар және барлығын біркелкі араластырамыз. Мінекей достар, барлығын араластырғаннан кейін осылай бір ас қасықтан алып, тақтайға ұнымызды сүйіп, осылай дөңгелекше етіп істеп, сосын сопақша қылып басамыз үстінен. Осындай котлет тәрізді форма жасаймыз. Барлығын осылай етіп істеп шығасыздар. Осылай етіп істеп жатқанда мінекей майымызды қойып қоямыз отқа. Майды көп құймайсыздар, тек кішкене құйсаңыздар болады. Мен көп қойып жібергенмін. Барлығын осылай салып шығамыз. Оттың астын шығарып қойсаңыздар болады, өйткені бұл тез қызарады және пісіп тұрған қарақұмық болғасын, бұл екі жағы тек қызарса болғаны. Мінекей осылай барлығын аударып, біркелкі етіп пісіріп аламыз. Бұл балаларға әсіресе өте дәмді әрі қатты ұнайды. Сырты қытырлақ тәріздес болып шығады, бірақ іші осындай піскен гречкадан жасалады. Сондықтан жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға да өздеріңізге де ұнайтын болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет және каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар достар.